Қазақстанда цензураның, диктатуралық қысымның өте қатты жүріп жатқандығын білесіздер. Қазақ халқы жоқшылық, кедейшілікте өте қиыншылықта өмір сүріп жатыр. Сіздер ойламаңыздар, саусақпен санарлық билік қолдан бағып байытып отырған әнші, күйші, биші, жоғарғы тап, үстем тап, солар тойлап күніне шетел, Дубай, Түркия қыдырып жатса, қазақтың бәрі бай екен, тек мен кедей екен. Жоқ, Қазақстан халқының 99% аш-жалаңаш отыр. Байлар кімдер? Ауылдың әкімі, ауылдың бухгалтері, ауданның әкімі, аудандық полицияның бастығы, прокуратор, судья, сот, прокуратор, солар. Мектептің директоры, ананың директоры, мынаның директоры, облыстың әкімі, аудандық мәслихат, анау мына өстіп өңкей. Осы сен ойла, Қазақстанда қанша аудан бар? Қанша ауданда қанша әкім бар? Соның 5-6 орынбасары болады. Қанша қала бар? Сонша әкім бар. Соның әрқайсының 5-6 орынбасары болады. Қанша прокурор бар? Қанша судья бар? Есепте. Солар ғана жақсы өмір сүріп жатыр. Мектеп директорынан бастап, құрған мектебінің құрған директорынан бастап. Осы бір ауылда, сол ауылдың әкімі, полицейдің бастығы, мектептің директоры, докторхананың бастығы, осыдан басқа сол ауылда жағдайы жақсы адам бар ма? Жоқ. Жоқ. Ауданда да сол, облысында да сол, мемлекетінде де сол. Әлі сол Назарбаевтың Құлыбаевы, оның қатыны, қыздары, әулеттері ұстап отыр. Өлген Болат Назарбаев қыс қозғалды ма? Оның ұрлықтарын әшкереледі ма? Сотқа сүйреді ма? Жоқ. Оның әзірге дейін меншігі болып отырған, тоқалдарының, інілерінің, балаларының меншігі болып отырған заттар қайтарылды ма? Жоқ. Алматыдағы апорт, Алтын Орда, сол Болат Назарбаевтың Оқабес ұлдарының меншігінде қайтарылды ма? Жоқ. Қорғас кедені қайтарылды ма? Жоқ. Неге? Осы ма әділетті Қазақстан? Өтіріктен бір-екеуді түрмеге тығып қояды. Қайрат Сатыбалдыны, жаңағы кімді, анау ұйғыр, Кәрім Мәсімовті тығып қояды. Осы ма? Осы ма әділет жасап жатырмыз деген? Жоқ. Ал олардың Тимур Құлыбаевтың әйелінің әрбір қазақстандықтың пойыз билетінің 25-30% ақшасын соның есеп шотына аударып отыратын жүйені өзгертеміз деді. Өзгертті ма? Жоқ. Оғанға дейінгі желінген ақша қайтарылды ма? Жоқ. Атаңның басына жаңа Қазақстан ба? Жоқ. Ештеңке. Ештеңке жаңа Қазақстан емес. Қаңтар келе жатыр. Қаңтар келе жатыр. Қазақтар соған дайын болайық. Қанды қаңтар келе жатыр. Соғыс, қазір үздіксіз түрде соғыс жүруде. Қамасты соғыстырып отырған Орыс пен Қытай, Иран. Қамастың артында Иран тұр, Орыс тұр, Қытай тұр. Әзір бүкіл әлем қақ етке жарылды. Батыстық демократиялық күштерменен Орыс, Қытай, Иран үштігіне қосылған зұлым күштер. Ал біздің қазақ Орыс жақта. Және біртіндеп Орыстан алшақтап Қытай жақта. Бірақ бәрібір Орыс, Қытай екеуі бір. Батыстық демократиялық күшке қарсы. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі фашистік үш елдің одағы. Жапония, Германия, Италия үш фашистік елдің одағымен бірдей. Қазіргі Иран, Орыс, Қытай одағы сол кездегі Жапония, Германия, Италия одағымен бірдей. Ал сорлы қазақ, сен өзіңнің саяси шешіміңді қазірден, тезден жасамасаң, сорлағаның сорлаған. Қасқыр екеш қасқыр да, оның ішінде де бір арлан қасқыр қақпанға түсіп қалғанда бастан құлақ садаға деп аяғын шайнап жұлып қақпан дүзіп кетеді екен. Сөйтіп аңшының қолында қор болып өлгеннен құтылады екен. Қазақ саған басқа не жол алды? Мынау билік семіртіп, баптап, елдің көзін алдап отырғандардың
ылқыған шылқыған бай бақытты өміріне қарап елдің бәрі солай деп ойлама. Тойып отырған ол, көріп отырған сен. Сен көріп оған тойма. Оның қарны тойып жатыр, сенің қарның тойған жоқ. Оның қатын бала шағасы шетелден шетел қыдырып жатыр, сенің қатын бала шағаң емес. Оның қатын бала шағасы асып тасып білгенін істеп жүр, сенің қатын бала шағаң бүрсеңдеп тоңып жүр. Олар жаман түс көріп қалса, Израильге, Германияға барып емделеді докторға. Түсім өзгеріп қалды, жаман түс көрді деп. Сенің бауырың бүйрегің шіріп кетсе, емделмек түгілі ауру басатын дәрі сатып алатын ақшаң жоқ. Неге? Сен соларды семіртіп отырсың. Сен құлсың, олар құл иесі. Сен езілушісің, олар езуші тап. Сен езілуші тапсың. Қазіргі Қазақстанда құлдар табымен құл иеленуші тап қалыптасты. Құл иеленушілер кімдер? Жаңа тұтас биліктің басында отырған ұзын ырғасы 1000 адам. Ұзын ырғасы 1000 адам. Осы 1000 қазақтың көзін жойсақ, биліктің басында отырған президент, премьер-министр 2 адам, парламентте 200 сұмырай отыр. 16-17 облысыңды, қалаларыңды қосқанда солардың әкімін қос. 200 шақты депутатыңа аналарды қос. Оның әрқайсында 5-тен орынбасары бар. 100 адам оны қос. Әрбір облыстық, аудандық кембінің, түрменің, судьяның, прокурордың, полицейдің бастығын қос. 1000 қазақ. 1000 қазақтың көзін құртсаң, 20 миллион қазақ бақытты өмір сүресің. Анығында менің өз есебімде Қазақстанның халқы әлде қашан 30 миллионнан асты. Бұл сұмырайлар әдейіге 20 миллион деп есепті аз көрсетіп отыр. Неге? Аз көрсетті, жиылған салықты 10 миллионның салығын қалтаға басады. Ойлай беріңдер қазақтар. 1000 қазақ 20 миллионда 30 миллион қазақтың қанын сорып отыр. Осы 1000 сұмырайдың көзін құрту сенің қолыңда. Осылардың көзін құртсаң, адам боласың. Осылардың көзін құртсаң, бостандыққа шығасың. Осылардың көзін құртсаң, аурудан құтыласың, жоқшылықтан құтыласың, әділетсіздіктен құтыласың, зұлымдықтан құтыласың. Жақсы, аман сау болайық. Сол күн келеді. Ол үшін қазақты ағарту керек, ояту керек. Біздің істеп жатқанымыз қазақты ағарту. Алаш арыстары қазақты ағартты, біз қазақты қайта ағартып жатырмыз. Жақсы, аман сау болайық. Бөлісіңіздер, таратыңыздар, комментарий жазыңыздар. Үздіксіз Facebook топтарына, тағы басқа топтарға бөлісіңіздер. Астына, YouTube каналдың астына тіркеліңіздер. Жақсы, құрметпен, сенімді.